Ассалаумалейкум көпшілік. Бүгін сіздерге Orifice Split жөнінде айтып беретін боламыз. Осының алдында сабақта көрсеткен болатынбыз. Жалпы Orifice Split жөнінде жалпы түсінікті қалай орналасқан флянстен қазір дейтін осының ішкі жағдайын көрсетуге мүмкіншілік туып тұр. Orifice Split немесе Flow элемент деп те айтады. Қазақша саңылаулы тақта деп аударған екен жалпы. Яғни FIT, Flow Indication Transmitter, Flow Transmitter солардың қызмет атқарып тұратын элементі болып табылады соларға. Яғни бұл дейтін екі флянстың арасында осылай көлденеңнен орналасады. Және де бұл жерде мына жерге назар аудару керек. Бұл қима қауыт, бұл жері көлденең байқасаңыздар. Бұл яғни жоғарғы қысым жағына қарата қолданылады. Мысалы, бұл жағы ашып болатын болса, егерде флоу мына жақтан осылай қойылады. Осының мына керісінше мына жақ тигізбейді лоу болып табылады. Үлкенінен көрсетейін сіздерге дұрыс көріну үшін. Міне бұл жерде байқаған боласыздар. Қимамны осылай көлденеңнен істегені. Осы жақ беті аш, яғни жоғарғы қысым не істейді? Өлшенеді. Келесі жақ беті мына тигіз. Бұл жақтан яғни лоу, төменгі қысым, төменгі ағын дейме қалай, сол есептелетін болады. Бұны орналасуын көрсетіп жіберейін. Мысалы, flow элемент осындай зат қой өзі. Осылай орналасады. Міне, бұл зат, бұл жерде екі флянс келеді, екі жағынан. Міне, сіздерге түсінікті болу үшін көрсетіп жатырмын барлығын. Бұл жерде механик блок болады. Мысалы, flow ағын, яғни қазақша айтқанда мына жаққа қарата бағытқа болатын болса, бұл жағы ашық болады. Мына сызық жоғарғы ағын мына жақтан өлшенеді. Ал төменгі ағын бұл жағына есептеледі. Және де мына жерде, осы жерде flow transmitter өлшейтін болады бұны. Жалпы түсінікті болар деп ойлаймын. Қысқаша осылай.